Сәлем достар, бұл құпия каналы, сіздермен бірге Альфия. Достар, қазір өте керемет техникамен бөлісемін. Бұл техника үйде дәулет, береке, байлық және барлық зат жеткілікті, тоқшылық, достатық дейді ғой. Жеткілікті және береке болу үшін тамақ көп, ас көп, ақша көп болу үшін жасайтын техника. Ол үшін бізге осындай азғантай сахарный песок керек. Одан кейін любой бір свеча керек. Цветі маңызды емес, қара болмаса болды. Мен үлгі үшін осы свечаны алдым. Сосын біздерге жаңағы не керек? Бұл жерде дұғаны қолданамыз. Дұға бар, қазір айтамын, барлығын түсіндіріп. Свечаны осылай қоямыз да, свечаның астын кішкене жағып, тұратындай қылып, астын дұрыстап алдым мен. Сосын песоктың ішіне саламыз, қақ ортасына да. Одан кейін спичкамен міндетті түрде, зажигалка болмайды. Осылай жағамыз. Жаққаннан кейін дұғаны бір рет оқимыз. Дұғаны оқып болғаннан кейін 1 минуттай жанып тұру керек. Содан кейін осылай, менікі құлап қалды. Осылай сіздер дұрыстап бекітесіз, мен тек үлгі үшін. Осылай қолымызбен сөндіреміз. Осылай қолымызбенен. Мұны біздер 7 күн жасаймыз. Сондықтан жасайтын жеріңізді бірінші біліп алыңыз. Мен мысалға бұны терезенің алдына жасаймын. Чтобы басқа адамдар, залға терезенің алдына жасаймын. Чтобы басқа адамдар кіріп, бала-шаға дегендей бұны құлатып тастамау үшін. Осылай тұру керек. Құлап қалса да зиян жоқ. Просто балдар ұстамайтын жерге бер жағына занавескімен жауып қоямын. Екінші күні де не обязательно бір уақытта. Мысалға бүгін 11-де жасасақ, келесі күні сағат 3-терге жасасаңыз болады. Постоянно бір уақытта жасаудың қажеті жоқ. Қолыңыз тиген кезде жасай бересіз. Кешкі сағат 10-11-ға дейін жасасаңыз болды. Екінші күнінде мен жағып отырмаймын, достар, себебі құлап қалып жатыр менің нем. Сіздер құлап қалмайтындай жақсылап бекітіп алуыңыз керек, астын дұрыстап та, тұратындай қылып, чтобы. Екінші күнінде жағасыз, жаққаннан кейін дұғаны екінші күні 2 рет оқисыз, 1 минуттай тағы жану керек. Одан кейін манағыдай сөндіреміз, орнына қойып қоямыз. Үшінші күні де жағамыз, дұғаны 3 рет оқимыз, 1 минуттай жану керек, сосын сөндіреміз. Төртінші күні да сондай жағамыз, дұғаны 4 рет оқимыз. Оқып болғаннан кейін құрттай 1 минуттай жану керек. Одан кейін қолымызбен сөндіреміз. 6-шы күнде сондай дұғаны 6 рет оқимыз, 1 минуттай жану керек, тағы қолымызбен сөндіреміз. 7-ші күнде де дәл солай, бірақ деген достар, 7-ші күнде сөйтеміз, свечаны жағамыз. Свеча осы жерде тұру керек еді негізі. Осы песоктың үстінде тұрған кезде свечаны жағамыз. Жаққаннан кейін 7 рет дұғаны оқимыз. Оқып болғаннан кейін 1 минуттай жану керек. Одан кейін біздер свечаны сөндірмей, осылай бөлек затқа жанғызуымыз керек. Бөлек крышка бола ма, подсвечник бола ма, осы жанып болғанша қадағалауымыз керек. Ал мына сахарный песогымыз орнында тұра береді. Свеча жанып болу керек. Мына песок со тұрсында тұра береді. Баяғыда тұрған жерінде тұрғандай қылып тұра береді бұрынғы орнында. Ал мына свечаның қалдығын не істейміз? Свечаның қалдығын шай ішетін столымыздың, күнделікті шай ішетін столымыздың қақ ортасына жабыстырып тастаймыз. Столдың астына, примерно енді көзбен өлшеген кезде қақ ортасына осының қалдығын, свечаның барлығын жинап аламыз. Құрттай қалса, кішкентай қалдығы болса да барлығын теріп алып, осылай столдың астына, шай ішетін столдың астына жабыстырамыз. Жабыстырғанда, достар, түсіп қалмау керек. Жақсылап жабыстырып тастайсыз. Свеча деген зат, ол жұмсақ зат. Сондықтан қолыңызбен қатты езгілесеңіз, ол жабысады. Столға түсіп қалмайтындай қылып, қақ ортасына жабыстырып қоясыз. Егер де сол 1 жылдың ішінде сіздер столды ауыстыратын болсаңыз, ол свечаның қалдығын алып, жаңағы сіздің жаңа столыңызға не қылуға болады, жабыстыруға болады. Ал егер де столды ауыстырмасаңыз, 1 жыл эффекті болады. 1 жылдан кейін ол свечаны любой ағаштың түбіне лақтырып тастайсыз. Сосын жаңасын жасайсыз.
Ал енді мына песок 7 күн тұрады ғой, 7-ші күнде осылай тұрады, 8-ші күні алып, бұны бауырсақ немесе бұдан осы песок жететіндей булочка я пирог па бірдемеге қосып сіздер нан пісіруіңіз керек, бірдеме пісіру керек, печенье ма, пирог па бірдеме. Одан кейін сіздер мысалға булочканы үлкен бір булочка немесе нан пісірсеңіз, соны 4-ке бөлесіз, бір бөлігін басқа біреуге бересіз. Балаға бола ма, немесе жаңағы көрші апа бола ма, көрші қыздар бола ма, біреуге бересіз да, қалған 3 бөлігін үйдің адамдары барлығы ауыз тиіп жеу керек. Құрттай балаға дейін жеу керек. Ауыз тиіп міндетті түрде жеу керек бұны. Бұның эффектісі 1 жыл. Болды достар, эффектісі 1 жыл. Сол жылы мысалы 1 жылға дейін сіздер жетер-жетпестіктен айырылып, барлығы керемет болады. Лайк басып мені қолдап кетулеріңізге болады достар. Сәттілік.